Қазір біз мына Абыз кенішінен шығып, Абыз ауылында орналасқан жұмыскерлердің жатақханасына бара жатырмыз. Жатақхана кеніштің басынан 3 километр жерде орналасқан. Қазіргі таңда Абыз кенішінің жұмыскерлеріне арналған жатақханада жөндеу жұмыстары барысына келіп тұрмыз. Жатақхана 150 жатын орынға арналған. Бүгінгі таңда 2 комната жөндеу барысында қабырғаларды краскілеу, кондиционер орнатылды, терезелердің жан-жақтарын бекітіліп, линолеум төсегі дайындалып жатыр. Жоспар бойынша жұмыскерлердің жататын төсек орындары ауыстырылуға жоспарланып отыр, және де жаңадан шкафтар қойылуға жоспарланып отыр. Адамдар енді вақытты методпен жұмыс істегеннен кейін 15 күн үйде, 15 күн сыртта ғой. Сол бұл жерде жұмыстан шаршап келгенде жақсы демалу үшін сондай условиялар жасалып жатыр.